Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған бабалар ізімен ғылыми тарихи экспедициясы 1 сәуірден бастап тағы жолға шығатты. Бұл жолы тарихшы ғалымдар Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай, ақш елдеріне сапар шегеді. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келген экспедиция мүшелері жобаның ауқымы жоспар туралы әңгімеледі. Белгілі қоғам қайраткері, танымал қазақстандық жиһангез саяхатшы Сапар Ысқақұлы жетекшілік еткен ғылыми экспедиция мүшелері 24 елді аралап 67 күнде тарихи тың деректер жинап қайтқан болатын. Қабарда Балқар, Қарашай, Черкес, Дағыстаннан бастап Германия, Италия, Римде де болып құнды мәлімет тарихи мұра жинақтады. Біз енді 2 жыл, осы жылдың өзінде де 2 рет барып келдік. Индия мен Египетке қазір мысалы бара жатқанымыз Япония, Корея, Қытай и Америка құрама штаттары. Біздің барысымыз примерно 1 айға жуық, келесі айдың аяғына қарай аман болса қайтып ораламыз. Одан басқа біз билдің тағы да баратын жерлеріміз әлі көп. Мұндағы мақсатымыз біздің бабаларымыздың қай елде, солардың тарихында, мәдениетінде қандай із қалдырды, соны білу. Осылайша осы аптаның соңында экспедиция мүшелері Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай, ақш елдеріне жолға шығады. ақшқа аттану себебі алтайлықтардың Америкаға қоныс аудару гипотезасын тексеру, үндістердің резервацияларына кіріп шығу. Ғалымдар құрамы Шығыс Азия елдерінде тегін таңдап отырған жоқ. Ұлы Моңғол империясы кезінде Құбылай хан Жапонияны жаулап алу үшін үлкен әскер жібереді. Бірақ бұл әскер мына үлкен Жапон теңізінде үлкен камикадзе деген дауылға тап болып, сол жерде сәтсіздік ұшыраған болатын. Соның ізін зерттеу, хабар агенттігінің басшылығы арнайы хабар жасап, жаңалықтар арқылы көрсету және ақпаратты қолдаушы ретінде, басты ақпарат серіктес ретінде осы жобаның аясында үлкен жұмыс атқарып отыр. Экспедиция мүшелері биыл тіпті Сирия, Иордания, Палестина, Ливан секілді елдерге де сапар шегетін болады. Тарихи деректерді нақтылау мақсатында елімізде Дешті Қыпшақ беймемлекеттік ғылыми зерттеу орталығы да ашылды. Ол қыпшақтардың тарихы туралы жазылған орыс жылнамаларын, орта ғасырлық карталардың жинағын шығарады. Индира Жылқайдарова, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.